Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен баклажаннан салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: сәбіз, баклажан, чеснок, жуа, тәтті бұрыш, помидор керек болады. Ең алдымен қазанымызға майымызды құямыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне сәбізімізді, зекер, тұз саламыз. Шамамен 15-20 минут қуырып аламыз. Араластырамыз. Содан соң жуамызды саламыз. Оны да 15-20 минут қуырып аламыз. Содан соң помидорымызды, баклажанымызды арасына тұз саламыз. Чесногымызды, қара бұрыш, лавровый саламыз. Мен жаңа баклажанның жартысын салам, енді жартысын саламыз. Помидор саламыз, чеснок саламыз. Енді екі түрлі тәтті бұрыш, қызыл және жасыл, оны да саламыз. Содан соң помидорымызды, укроп, петрушкамызды және арасына тұз саламыз. Содан соң қақпағын басып 40 минут қайнатып аламыз. Сізге шамаласқанда уксусымызды құйып, тағы да араластырамыз. Уксусты құйып болған соң 5 минут қайнатып алдым. Содан соң буланған банкаларымызға саламыз. Барлығын құйып болған соң крышкасын басып, арнайы құрылғымен банканың бетін жабатын боламыз. Бұл салаттың дәмі өте ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.